Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге өте оңай дайындалатын, әрі өте жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың басқа пирогтардан өзгешелігі екі ғана жұмыртқадан жасалатын, әрі қарапайым ғана заттардан тұратын, өте жеңіл жасалатын пирог. Міндетті түрде видеомды өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен сгущенка керек болады. Мендегі сгущенка осындай үлкен 8,5% сгущенка. Мен осы сгущенканың тек жартысын ғана пайдаланатын боламын. Маған жаңағы сгущенканы көбірек қосатын болғандықтан тағамдарыма үлкен алған болатын. Ал сіздер тек қана осының жартысы, демек ол 370 грамм. Ол дегеніміз бір банка сгущенка болып шығады. Оның үстіне 180 грамм ұнымызды қосып, оның үстіне шай қасықтың жартысындай қылып қана содамызды қосып, немесе сода болмаған жағдайда разрыхлителімізді, жаңағы оң қопсытқышымызды қосып, жақсылап вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің массамызда ешқандай да түйіну қалмауы керек. Біркелкі қалыпқа келген кезде оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде массаңыз біркелкі болғанша жақсылап араластырыңыздар. Қазір мен сіздерге видеода көрсететін боламын. Массамыздың қаншалықты қою және сұйықтығы, міне көріп тұрғандарыңыздай, лопаткадан жаңағы алып, массамыз қойған кезде өзінің біркелкі қалпын сақтап, сразу беті бірден тегістеліп қалады. Және 180 градусқа 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минуттан кейін міне біздің пирогымыз дайын болып шықты. Бетіне өздеріңіздің қалауларынша сахарный пудра немесе шоколад қосып әрлесеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.